Ассалаумағалейкум достар. 7 миллиард адамдардың ішінде өзге адамдардан сырт келбетімен ерекшеленетін жандар аз емес. Жер бетінде біздің ұғымымыздағы адамнан тым өзгеше пенделер жиі жағдайларда әлеуметтік желілерді таң қалдырады. Жаратылысы бөлек болып келетін әлемдегі ең ерекше адамдар жайлы видеолар көрермендерімізге ұнайтыны жасырын емес. Бүгін Q-Life арнасы сіздерге әлемдегі ең ерекше адамдар жайлы айтатын болады. Ал видео басталмай тұрып, лайк басып, арнаға тіркелуге ұмытпаңыз. Ал біз бастай берейік. Кеттік. Американдық Дэниел Смит бірнеше рет Гиннес рекордтар кітабына рекордсмен болып енген. Ол өзінің супер қабілетін 4 жасында ашыпты. Дэниел сол кезде денесін қалай қаласа солай бұрауды білді. Кейін 18-ге толған ол ересек адамға бұндай қабілет ерекше екенін түсіне отырып, үйінен қашып циркке жұмысқа кірген. Циркте гастрольдік сапармен басқа елдерді аралап, Дэниел өзінің талантын елге паш етеді. Онымен қоймай, ол түрлі телешоуларға, спорттық жарыстарға қатысқан. Дэниел Смит денесімен істейтін түрлі ақылға қонымсыз трюктарды басқаларды таң қалдырады. Осылайша ол әлемдегі ең икемді 10 адамның тізіміне кіреді. Дэниел денесін ақылға сыймайтын түйіндерге оңай байлайды. Теннис ракеткасындағы тесіктен өте алады, тіпті кеудесінде жүректі қозғалта алады. Ол осындай қабілетінің арқасында үлкен жетістіктерге жетті. Бразилия тұрғыны Элизани да Крус Силва 19 жастағаны, алайда оны елден ерекше қылатын нәрсе ол бойы. Өз құрбыларынан ерекшеленетін бой жеткеннің бойы 203 сантиметр. Бір қарағанда аласа бойлы әйелдер түгілі еркектердің өзі армандайтын бойы арғы жағында ауыр мұңда жатыр. Осындай әйелдер өздеріне жар таба алмай жаны қысылады. Алайда Элизани да Крус Силваның айы оңынан туыпты. Ол өзіне лайықты жігіт тапқан. Оның бойы 162 сантиметр. Арадағы 41 сантиметр айырмашылық екі жастың махаббатына кедергі бола алмапты. Құрылыста жұмыс істейтін жігіт бойдың ұзындығы отбасын құруға кедергі бола алмайтындығын мәлімдеген. Махаббат жасқа қарамайды деуші еді, бірақ бұл жолы махаббат бойға қарамайды десек тура келеді. Олардың айтуынша ең бастысы олар бір-бірлерін 100%-ға түсінеді және ортақ қызығушылықтарда аз емес. Мысалы, бұл екеуі жиі серуендейді, спортпен айналысады және кешкі уақыттарын видео ойындармен өткізеді. Әрине, бірге ойын ойнап уақыт өткізу адамдарды қатты жақындатады. Неге десеңіз, өйткені дәл сол сәтте адамның ағзасын эмоциялар жаулап алады. Ал ойындардың арасында ең қызу эмоциялар тудыратын ол World of Tanks. Мұнда жойқын шайқастар мен экшен алғашқы минуттардан-ақ басталады. Жеңіл танктер тез барлау жұмыстарын жүргізеді, ал ауыр мен орташалары өз қарсыластарын оңайлықпен жарады. Ал алыс емес жерде ар жүктемелер мен өздігінен жүретін танкқа қарсы шығушылар өз уақыттарын күтіп тұр. Олар дәл соққысымен кез келген нысанаға үлкен жарақат жасауы мүмкін. Мықты графика, қанды шайқастар, икемді прокачкалар, түрлі жаңартулар мен жиі болып тұратын фанаттық ивенттер қуантып отырады. Компьютерім ойынды тартпайды деп уайымдамай қойсаңыз да болады. Себебі World of Tanks кез келген күштегі ПК-ларда жақсы ойналады. Ондай болса, видеоның сипаттамасындағы арнайы сілтеме бойынша ойынға кіріп, керемет бонустарды алып кетіңіз. 7 күндік премиум аккаунты, T2LT премиум танкі, 400 000 кредит, сонымен қатар T127 және BT7 танктерін жалға алу. Ал кеттік енді, сіздерді шайқас алаңында асыға күтемін. Осы қытайлық әйелдің жалпы салмағы 50 келі болғанмен, оның 20-сы оның үлкен ішіне келеді екен. 2 жыл бұрын Қытайдың Гуйчжоу провинциясының ауылында тұратын 36 жастағы Хуан Госян өзін қатарлас әйелдерден еш ерекшеленбейтін. Бірақ күндердің бір күнінде оның іші өсе бастайды. Тіпті бір қарағанда оны егіздерді көтеріп жүрген болашақ анаға ұқсатуға болады. Алайда бала көтермегеніне сенімді болған Госян дәрігерлерге барады. Олар әйелдің құрсақ қуысынан жиналған сұйықтық пен ісікті байқайды. Солай тексерістен кейін аурулардың ешқайсысы үлкен іштің нақты кінәсі болған жоқ. Ауруханалардың бірінде Госян іш қуысынан сұйықтықты кетіру үшін операция жасайды. Бірақ әйел ауруханадан шыққаннан кейін сұйықтық қайтадан жинала бастады. Дәрігерлердің бірінің айтуынша Госянның сирек кездесетін қатерлі ісігі бар. Қазір оның ішінің өсіп
өскені соншалық ол әрең жүре алады, тіпті түнде ұйықтау қиынға соғады екен. Екі баласы бар Косянның қалаға баруға және жақсы ауруханада емделуге ақшасы жоқ. Сондықтан ол қазір қоғамнан оған көмектесуін сұрайды. Жалпы ота мен одан жеке емделуге ол $4300 тең соманы жинау керек. Қазір бұл белгісіз ауруды жеңу үшін оның күйеуі мен туыстары бас көтермей жұмыс істеуде. ақш тұрғыны 27 жасар Джен Брикер генетикалық ауытқушылық салдарынан осы дүниеге аяқсыз келген. Соның салдарынан туған ата-анасы бейкүнә қыздан сәби кезінде бас тартып, оны балалар үйіне өткізген. Алайда мүгедек нәрестені өзге бір отбасы бауырына басады. Олар қыздарына асыранды деп қарамай, керісінше оның еш нәрседен тарлық көрмей ер жетуіне қолдан келген бәрін жасайды. Жас қыз әлемдік биіктерді бағындырған гимнаст қыздар туралы жазбалар мен деректерді іздеп тауып, олардың спорттағы өмірінен жақынырақ танысады. Қос аяғының жоқтығына қарамастан, гимнастикамен айналысқан 16 жастағы қызды отбасы спорт мектебіне береді. Джен маңдай терінің арқасында 1996 жылы Олимпиада ойынында талайларды таңдай қақтырып, алтыннан алқа таққан. Ол өз арманын ата-анасына айтқанда, анасы оған шындықты айтсам, сенің о бастағы ата тегін Мосину болатын. Міне, мынау сенің алғашқы метіркен деп Дженге құжатын көрсетеді. Мүмкіндігі шектеулі Джен бүгінде өзі өмір сүріп жатқан штаттың бірнеше дүркін чемпионы. Сақалды әйел қырынудан шаршап, өз ағза ерекшелігімен күресуді қойды. Ол жасөспірім кезінен күнде қырынып, ақыры өзінің табиғат жаратқан күйін қабылдады. Кайопа Джейд Марджа колледждің 23 жасар студенті, гиструтизм мен поликистозда аналық без синдромынан зардап шегеді. Ол өмір бойы денесінде өсетін қара шашпен, артық салмақпен, безеумен және шаштың түсуімен күресіп келеді. Мектепте сыныптастары оны мазақ ететін. Қыз тез өсіп кететін сақалының кесірінен өзімен бірге ұстара алып жүреді және күніне 2 рет қырынады. Кейбіреулер әйелдің бұл қылығын ерсі деп атайды, ал басқалары оны үлгі тұтады. Голландияның бұл тұрғыны өте төмен температураға оңай төтеп бере алатындығымен танымал. Вим Хоф бірнеше рет мұзды суда әлемдік рекордтарды орнатқан. Ол өзінің бұл қабілетін 17 жасында ғана байқайды. Кейін өзінің ерекше қабілетін дамыта отырып, денесін қатайта бастады. Сондай-ақ ол дұрыс тыныс алу үшін көп жұмыс жасаған. Егер дұрыс дем алатын болсан, онда иммунитет жоғарылайды, дене оттегімен қаныққан жерде қартаю процестері баяулайды және тоқтайды. Мүмкін сондықтан 50 жастағы әйгілі голландиялық өзін жас сезінеді. Вим үнемі мұзды суда жүзеді, үнемі қарда жалаң аяқ жүреді, мұзды тойықтарда шомылады. Ол арктикалық шеңберден тыс 20 шақырымдық марафонға қатысты, бірақ жарыс кезінде ауа температурасына қарамастан оның үстінде жұқа киім ғана болған. Сол киімде ол Килиманджаро шыңында да болған және Эверестті бағындырған. 4 жыл бұрын Хоф Набиб шөліндегі марафонға да қатысқан. Осылайша ол жоғарғы температураға да төзімді екенін дәлелдеді. Дененің осындай ғажайыптарын көрсете отырып, Вим салауатты өмір салтын насихаттайды. Ол барлық адамдарды ауруларды ұмытып, позитивті және бақытты болуға шақырады. 56 жастағы бразилиялық культурист Арлиндо де Соуза өз денесінің бұлшық еттері жұрт назарын аудартқанды бала кезінен армандаған. Алғашында күнде шыныққан, бұған жүйкесі шыдамаған жігіт жасанды дәрімен емделген. Ақыры арманына жетті, алайда оған жұрттың бәрі қызығушылықпен қарай қоймайды екен. Өйткені шектен тыс ерсі көрінетін бұлшық еттер кейде кісіні жиіркендіретін көрінеді. Мұндай жалқау бұлшық етті өсірушілер шынымен де қазіргі таңда көбеюде. Алайда олардың атасы дәл осы адам болып келеді. Қытайда Хэнань провинциясында Жан Руи Фанг есімді ерекше апа тұрады. Оның ерекшелігі барлықтарыңызды таң қалдырады. Ол өзінің 102 жасқа дейін жетуімен ғана емес, сонымен қатар мүйізі бар жалғыз адам ретінде бәрін таң қалтырады. Бірнеше жыл бойы оның маңдайына мүйіз өсіп келеді. Оның көлемі қазір 7 сантиметрден асқан. Бұл шынымен де нақты ақпарат, бірақ түсініксіз жаратылыс.
6 жастағы бангалорлық бала бүгінде талайларды таң қалдырып Гиннестер рекордтар кітабына енді. Ол баланың ерекшелігі неде деп ойлайсыз? 6 жастағы Гаган Сатиш роликпен 70 метрлік қашықтықта жүріп бара жатқан 39 автокөліктің арасынан небәрі 29 секундта мүдірмей жүріп өтіп, бұрын соңды болмаған рекорд жасады. Гаганның мұндай кереметін көрген оның құрбы-құрдастары спортпен айналысуға бет бұрды. Қазіргі күні бангалорлық бала 100-ден астам машинаның арасымен үлкен жылдамдықпен жүріп өтуге дайындалуда. Аспан асты елінің тұрғыны таңғажайып талантқа ие. Ол құлағымен шарларды үрлеп, дәл солай шамдарды сөндіре алады. Вэй Мингтан көзінің ерекше талантын ересек жасында байқап, ары қарай дамыта бастады. Ол кішкентай түтікті пайдаланып, құлағымен шарларды үрлеуді үйренді. Бұл қабілеті оның көптеген достары мен туыстарын таңдандырды. Сонымен қатар Вэй әртүрлі мерекелер мен шоуларда жиі өнер көрсетеді, қалалық фестивальдерге де қатысады. Онда ол өз тұрғындарын жаңа трюктермен таң қалдырады. Фестивальдердің бірінде ол 20 секундта 20 шамды сөндіре алған. Егер видеомызды соңына дейін көрсеңіз, лайк басуға ұмытпаңыз, және сізге осы видеода қандай адам таң қалдырды жайында пікір қалдыра кетіңіз. Әрине, арнаға да жазыла кетіңіздер. Алда әлде көп қызық бар. Қуанышта жүздескенше сау болыңыздар.